Сыбайлас жемқорлық бұл әлемдегі барлық мемлекеттердің қай-қайсысында қатты алаңдататыны анық. Ол зор әлеуметтік қасірет. Қазақ ел үшін де жемқорлықпен күресу мемлекеттік саясаттың стратегиялық басым бағыты. Мәселен, ашықтық пен айқындық қағидаларын ұстана отырып, мемлекеттік аппаратты трансформациялау, тұтынушыға бағытталған қызмет көрсету, парасаттылық идеологиясына негізделген ауқымды ағарту жұмыстарын жүргізу, тиімді алдын алу және пәрменді қылмыстық құқықтық шараларды қабылдау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл әрбір азаматтың парызы. Мемлекеттік қызметкерлерге мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген өзге де азаматтарға, сондай-ақ олармен теңестірілген азаматтарға, олардың отбасы мүшелеріне, мемлекеттік қызметшінің қызметтік өкілеттіктеріне байланысты қандай да бір іс-әрекет үшін сыйлық алуға тыйым салынады. Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген азаматтар және олармен теңестірілген адамдардың отбасы мүшелері, жақын туыстары, құда-жекжаттары қол астында атқаратын лауазымдарға тікелей бағынысты қызметтерді атқара алмайды. Мұндай жағдай болса, мемлекеттік қызметкер тиісті ұйымның басшылығына жазбаша хабарлама беруге міндетті. Бизнес пен инвестицияларды сыбайлас жемқорлық қысымынан және әкімшілік кедергілерден қорғауда күн тәртібіндегі негізгі басымдықтардың бірі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 2018 жылдан бастап Protecting Business and Investments жобасын қолға алды. Оның мақсаты бизнес өкілдері мен инвесторларды заңсыз әрекеттерден қорғау және осы саладағы жемқорлықтың жолын кесу. Агенттік кез келген кәсіпкердің мәселесін шешу үшін құқықтық негізде көмек көрсетеді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі колл орталығының қызметі халықтың сенімін арттыруға және жемқорлықтың алдын алуға бағытталған. Егер сіз сыбайлас жемқорлыққа тап болсаңыз, дереу 1424 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қоңырау шалу тегін және тәулігіне 24 сағат бойы жұмыс істейді. Сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлаған азаматтарға ақшалай сыйақы қарастырылған. Қоғамдық белсенділік танытып, жемқорлықпен күресуге үлес қосыңыз.